Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар. Жақсы отыра қойып. Алдымен тапсырмасын сұрап жіберейін, иә? Ол үшін мен мына жердегі экранды ашып қойдым. Осы жерде QR кодты несе қойыңыздар. QR-мен кіре қойыңыздар. Сосын бағалау парағы мына жерде, яғни мына жерде бізде көріп тұрмыз ғой, бастың белгісінде 10 балға дейін топ көзімен беріп тұр, иә? Сіздер алған балдарыңыз осы жерде қаламмен белгілеп отырасыздар. Мысалы 3 бал алсаңыз 3 балға дейін сызасыздар, 5 бал алсаңыз солай. Сосын міндетті түрде аттыңызды жазып қоясыз. Сабақтың соңында кім неше бал алғанын осы арқылы білетін боламыз. Жақсы, таратып берейін. Бастаймыз ба? Кеттік. Музыка var. Апа енді қашыңыз былай қарай. Бұрында отқандарын түсірем. Қайсына қандай сұрақ? Біздер білеміз, мысалы далада жатқан темір бізде қандай күйге ұшырайды? Далада жатқан темір қандай күйге ұшырайды? Қандай болып жатыр? Байқасаңыздар. Жемірлі. Иә, дақ басып жатады ғой, иә. Сонда жалпы металдар, олардың құймалары, яғни уақыт өте келе әртүрлі өзгеріске ұшырайды екен. Яғни ол бастапқы қалпындағыдай болып қалмайды. Себебі бізге дәлел, мысалы далада жатқан кез келген металдар, металл бұйымдарды білеміз, иә, мысалға. Немесе қарапайым мысалға, шайнектің ішін қарап отырсаңыз, уақыт өте келе оның ішін істейді. Қағып түзіледі ғой, ішінде де. Яғни сонда бізде металдар неге ұшырайды екен, жемірлеуге ұшырайды екен. Жалпы металдардың жемірлеуі дегеніміз бұл қоршаған орта әсерінен металдардың тотығып не істеуі, иондардың бұзылуы нәтижесінде металдың қасиетін жойылуы, яғни коррозия кезінде металдар не істейді екен. Тотығып ион күйінде көшеді екен. Енді жалпы жемірлеудің екі түрі бар. Олар химиялық және электрохимиялық. Химиялық деп отырғанымыз бұл бейэлектролит, құрғақ газдар әсерінен жүретін коррозия, ал электрохимиялық бұл электролит ерітінділерінде металдар жанасқанда электр тоғын туғызатын коррозияны айтамыз. Енді металдардың жемірлеуі жалпы жемірлеу жүретін ортасына қарай, яғни газдық, атмосфералық, топырақтық, ерітіндіде қышқылдық, тұздық. Мысалға мына жерде газдық, атмосфералық деп отырғанымыз, яғни мана айттық, иә, далада жатқан металды бізде не істейді дедік, теміріміз тотықсат дедік, иә, соған дәлел. Одан кейін процесс бойынша химиялық, электрохимиялық. Енді бұларға біздер мысалға мана айттық қоя, чайникті айттық, иә. Не болмаса мысалға кір жуғыш машиналардың нелері мысалға, барабанның сырттары мысалға білесіздер, иә. Не істейді? Қақ түзіледі ғой, ол неден болады? Неден болады? Кермек, судан болады. Яғни бұл процесс бізден қандай процесске жатады екен? Яғни процесс бойынша бұл электрохимиялық жемірлеуге жатады екен. Жақсы, енді мен қысқаша тақырыпты түсіндірдім. Енді мен сіздерге тақырыпты пайдалана отырып, мына үш суретті сіздерге бергім келіп тұр. Яғни бірінші тапсырма бізде, топтық тапсырма. Яғни мына берілген суреттегі жемірлікті екі ұпай беріп, сондықтан сіздер осы суретті аласыздар да, яғни мынау жемірлеудің қандай біріне жататынын сіздер, мына топқа мына сурет, мына топқа мына сурет. Жақсы, сіздерге 5 минут уақыт қана берем, қарап, істе қоясыздар. Жақсы, топта дайынбыз ба? Жақсы. Қысқаша сипаттама, бұл суретте бізде жемірлеудің түрі көрінген. Бұл электрохимиялық атмосфералық сипаттамасы металл мен ауада оттек әсеріне баяу бұзылады. Бетінде тот пайда болады деген анықтама. Жақсы, дұрыс қоя, бұл электрохимиялық жемірлеуге жатады екен. Рахмет, біздің бірінші тобымызға өздеріңізге 2 ұпай қоса қойыңыздар. Жақсы, сізде екінші топ. Суреттегі кембер ылғал мен оттегі ауаның әсерінен осындай
химиялық процеске түседі. Бұл химиялық процесс тотыну деп аталады. Тотығу деп аталады. Жақсы, тотығудың бұл қай түріне жатады? Химиялық па, жоқ әлде электрохимиялық па? Химиялық қой. Жақсы, рахмет. Дұрыс қой, өздеріңізге 2 ұпай қосып ала қойыңыздар. Енді менде келесі тапсырма. Яғни мына жерде менде әр оқушы жеке орындайды. Осындай 4 түрлі реакция беріліп тұр. Осы реакцияны біз не істейміз? Жазып теңестіреміз және жемірлердің қай түріне жататынын анықтаймыз. Түсінді ғой, дәптерімізді орындайық, ал жақсы. 7 минут уақыт беріп тездете қойыңыздар. Дәптерімізді ашып, жаза береміз. Айтыңыз. Жақсы, уақыт аяқталды. Дайынбыз ба? Болдық қой, Жақсы, бір оқушы отырып оқи қойсын, қалды. Не шықты? Барлығымыз қарап отырамыз ал. Дұрыс па, дұрыс емес па? OH ішілтеленген, бұл бізде химиялық жемірлеу. Купрум қосылған S, қосылған купрум, қосылған S теңгілер не шықты? 2 купрум қосылған S, бұл бізде электронның жемірлеу. Теңестірді ғой, 2. Жақсы. Мыр шықты келесі? Цинк қосылған H хлор тең болады. 2 Цинк қосылған H хлор цинк қосылған H хлор қосылып ашылды. Цинк қосылған H хлор тең болады не шықты? Цинк хлор қосылған H2. Цинк хлор 2 болады ғой, баш кезде 2 байланыс. Сосын бұл қай түріне жатты? Және соңғысы алюминий қосылған O2 тең болады алюминий 2 O3. Алюминий 2 O3 теңестірді ме? Алдарына индекстер болады. Бұл химиялық. Жақсы, дұрыс қоя. Барлығымызда да солай болды ма? Ендеше, қате бұл, неше реакция дұрыс болса, сонша ұпай бересіздер. Біреу дұрыс болса, 1 ұпай, екеуі дұрыс болса, 2 ұпай. Яғни бағалау парағына белгілеп отырасыздар. Жақсы. Енді, келесі бізде жұптық тапсырма. Бізде мынандай жағдай берілген. Қарайық, оқиық. Сіз Астана қаласындағы үлкен көпір құрылысын жобалайтын инженерлік топтың мүшесісіз. Көпірдің металл тіректеріне әсер ететін негізгі жағдайлар келесідей дейді. Бірінші, климат, температураның үлкен ауытқуы, одан кейін орта, қыста мұзды еріту үшін қолданылатын тұзды реагенттер әсері, қосымша фактор құрылымның дірілдеуі және механикалық жүктемелерінің жоғары болуы. Енді бізге тапсырма. Осы жағдайда темірді коррозияға ұшырататын факторларды ата, алдын алу шараларын көрсетті. Яғни бұған мен 3 ұпай бердім. Жақсы, тапсырма 5 минут уақыт берем. Яғни сіз жұбыңызбен ақылдаса отырып тапсырманы орындайсыз. Сіз қосыла қойсаңыз болады мына екі қызы. Солай істей қойсаңыздар болады. Сіз екеуіңіз орындап, сосын үшеуіңіз бірге орындайсыз. Ал 5 минут беріп, ауызша айтамыз. Сондай бір жұптық тапсырманы орындап болдық қоя. Енді басын оқиық шал. Дайын жұптар бізде. Коррозияға ұшырататын факторлар температураның үлкен ауытқуы, және олардың толық реагенттерінің әсерінен болады. Құрылымның дірілдеу және жоғары механикалық жүктемелері. Жақсы. Алдын ала шаралары. Алдын алу шаралары, Қорғаныстарын. Даусыңыз шығара берді? Қорғаныс жадындарын қолдану, коррозия қорғау, коррозияға төзімді материалдарды таңдау және құрылымдық іс жобалау. Жақсы, дұрыс қоя, яғни коррозиядан қорғау шаралары. Қоя, енді бүгінгі тапсырманы біз қаншалықты түсінгенімізді қорытындылау үшін мына жердегі мына тапсырманы орындай қояйық. Қазір мен өзім шығарам. Мына жерде сәйкестендіру тапсырмасы, яғни бізде анықтамамен оның ережесін сәйкестендіруіміз керек. Жақсы, бірінші топтан біз кім шығады?
Так, бастайық. Мына топтан жібек келсін. Жібек вообще шыққан жоқ. Жақсы, келесі. Жақсы, дұрыс қоя. Келесі, бізде кім шыққан жоқ? Кел, Нұрдана кел. Жақсы. Келесі кім? Және соңғысы бізде. Келе ғой. Жақсы, сонымен бүгін жалпы біз түсіндік па тақырыпты, яғни жемірлеуді түсіндік қоя. Жемірлеудің екі түрі бар, я. Химиялық, электрохимиялық, оларды қорғау шаралары, яғни одан алдын алу үшін не істейміз. Сонымен жаңағы сұрақтарға жауап берген оқушылар өздеріңізге бір-бір ұпай қосып алыңыз, дұрыс жауап берген оқушылар. Жақсы. Сонымен бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Енді сіздер бүгінгі тақырыпта реакция бар. Бізден бастасыз. Көпіршік шалсында сіздің, яғни бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз туралы. Жақсы. Кім бастай ғой? Амина бастай ғой? Сабақты бастыр. Кел байланыс жасай ғой. Шығып басасың мына жерде. Керемет өтті. Менде сұрақ бар, немесе түсінбеген жерлерім бар. Үшеуінің біреуін басыңыз қажет. Жақсы, рахмет. Келесі. Жақсы. Тездете қояқ балалар. Бір-бірден шығып баса қояқ.